Маған сондай бір керемет сұрақ келді да. Ұстаз, осы әлемді жақсы көру дұрыс па дейді. Әрине дұрыс осы әлемді жақсы көру. Себебі сен осы әлем арқылы Раббымызды таныдың. Аспанға қарап, теңізге қарап, адамды тану арқылы сен Раббымызды таныдың. Сен оны таныған сайын, сен оған ғашық болдың, жақсы көріп бастадың. Мумин адам неге осы әлемді жақсы көреді? Себебі осы әлем арқылы ол Раббымызды таныды. Мумин адам неге өлімнен қорықпайды дейді. Себебі ол Раббымызды сағынған екен дейді. Сол үшін осы әлемді жақсы көру керекпіз біз. Просто мына жүрек деген нәрсе, мына дүниеге беріліп кетпей қоймаңыз нәрсе.